Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Есімім Гүлдана Жанәліқызы, кардиолог. Сіздерге инфаркт миокардасының негізгі 5 белгісін айтамын. Ең бірінші белгісі бұл ауру сезімі және ауру сезімнің ұзақтығы. Ауру сезімі 15 минуттан жоғары болады. Ауру сезімі сол жақ иыққа, сол жақ жауырынға және жағасына беріледі. Көп науқастар тісім ауырды деп инфарктты өткізіп алатын кездер болады. Екінші бір белгісі бұл суық тердің басуы. Үшінші белгісі ентігудің пайда болуы. Төртінші белгісі бұл өлімге деген қорқыныштың пайда болуы, жүрек ырғағының бұзылысы. Бесінші тағы бір белгілерінің бірі бұл құсу, іш өту, бас айналу, бас ауыру, әлсіздік. Бұны біз атипичный форма деп айтамыз, яғни бұл көп жағдайда осындай белгілермен гастроэнтерологқа барып, невропатологқа барып, инфарктты ұзартып алатын кезі болады. Егер де сізде осы жағдайдың бесеуінің біреуі тіркелетін болса, міндетті түрде жедел жәрдем шақыруға кеңес беремін. Ауырмайық, сау болыңыздар.